Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің статистикалық деректер және олардың сипаттамалары тақырыбына арналған екінші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты статистикалық санды сипаттамаларды есептеу. Осы оқу мақсатына жету үшін бүгін есептер шығарамыз. Кешегі өткен тақырыпты қалай түсінгендеріңді анықтау үшін балалар мына қалыптастырушы бағалау тестісін орындаңыздар. Кешегі өткен тақырыбымызды теориялық мәліметін мына видео арқылы тағы да еске салайық. Бірнеше санның арифметикалық ортасы тақырыбындағы видео сабағымызды бастайық. Әдеттегідей, видео сабағымыздың басы қысқаша теорияға тоқталамыз. Одан кейін әрбір алған теориямызды бекіту үшін, яғни есептер шығару практикалық бөлімге өтетін боламыз. Халық шаруашылығында жиі қолданылатын статистикалық сипаттамалардың бірі сандардың арифметикалық ортасы. Мысалы, ауаның орташа температурасын, орташа егін өнімін, орташа жұмыс өнімін және тағы сол сияқты шамалардың орташа мәндерін анықтауда сандардың арифметикалық ортасын табу қолданылады. Бірнеше санның арифметикалық ортасы деп, сол сандардың қосындысын қосылғыштар санына бөлгенде шығатын бөліндіні айтады. Мысалы айталық, шахмат ойыны жарысында 6-шы сынып оқушылары 13, 13, 12, 13, 10, 13, 12, 10 ұпай алды. Осы ұпайлардың арифметикалық ортасын табыңдар. Шешуі оқушылардың алған барлық ұпайлардың қосындысын тауып, оны ұпайлар санына бөлеміз. Яғни бізде барлық ұпайлардың санын қостық, және әрбір алған ұпайдың саны бізде 8. Яғни осы жалпы ұпайды ұпайлар санына бөлсек, бізде 12, яғни орташа ұпай 12. Жауабы оқушылардың алған ұпайларының арифметикалық ортасы 12 ұпай. Енді мына оқулықтағы 1171-ші есепке назар аударайық. Мұрат балық аулауға барғанда 3 балық ұстады. Біріншісінің салмағы 0,125 кг, екіншісінікі 0,205 кг, үшіншісінікі 0,118 кг. Балықтардың орташа салмағын анықтаңдар. Бұл есептің қысқаша шартын жазамыз. Балықтың салмақтары көрсетілген. Енді шешуі балықтардың орташа салмағын табу үшін осы 3 мәнді қосып 3-ке бөлеміз. Сонда орташа салмақ 0,117 кг. Ал енді балалар 1172-ші есепті өз беттеріңмен орындаңдар. Есептің шартын оқып берейін, қалғанын өз беттеріңмен орындайсыңдар. Жәшіктегі апельсиндердің салмағы 21 кг. Егер жәшікте 125 апельсин болса, онда бір апельсиннің орташа салмағы қандай болады? Бүгінгі тақырыпты қаншалықты игергендеріңді анықтау үшін балалар сендерге келісемін, келіспеймін технологиясымен мына кестені беріп отырмын. Осыны толтырып, үйден орындап, маған жауаптарыңызды жіберіңіздер. Бүгінгі сабақты соңында балалар үйге тапсырма жазып алыңыздар. Оқулықтың 1175-ші, 1176-ші есептерін үйден орындап, маған жібересіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.